Сәлем достар. Сәлем достар. Қош келдіңіздер біздің YouTube каналға. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы және Амантұр Амантұр. Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз матрицалық ойын стратегиялар және ойын шешімі. Негізгі ұғымдар мыналар: матрицалық ойын, жүріс, стратегия, анықталмағандық, ойын бағасы, ойын шешімі, оптимум және тағы басқалар. Ойын дегеніміз не? Ол ойын, гейм, ағылшынша, орысша игра. Қайшылық, яғни конфликт жағдайындағы шешім қабылдаудың математикалық модель болып саналады. Арнайы ойынды зерттейтін теория бар, ол ойын теориясы. Ойындар қай жерде, ойын модельдері қай жерде кездеседі? Негізі адамның өмірі осы ойынмен байланысты. Туылғаннан бала кезінен бастап ол ойын ойнайды. Және ғылымда да ойындар психологияда, педагогикада, медицинада, саясатта, экономикада және тағы басқа жерде кездеседі. Мысалы, қоғам социологияда мысалы екі топ бір-бірімен соғысуы мүмкін, әскери соғыста болуы мүмкін, немесе кәдімгі тіршілікте үйде конфликт болуы мүмкін, жастар мен балалардың арасында, немесе жеке конфликтілер, тағы басқа. Осының барлығы ойынға жатады. Ойында анықталмағандық жағдай бар, міндетті түрде. Ол есеп шартындағы белгісіз жағдай. Оның үш түрі бар: детерминделген процесс, толық белгілі болса, ол жерде анықталмағандық жоқ болады. Екінші, кездейсоқ жағдайда анықталмаған жағдайдың ықтималдығы белгілі болады. Және анық емес процесс, ол жерде ықтималдығы да белгісіз. Ойыншының стратегиясы ол не? Ол барлық жағдайда мүмкін болатын ойыншы жүрістерінің жоспары. Жүріс пенен стратегияның екеуінің айырмашылығы бар. Жүріс деген нақты іс-әрекет, нақты шешім, қабылданған шешім. Ал стратегия деген осы бүкіл барлық мүмкін болатын жүрістердің жиынын айтамыз. Таза және аралас стратегия болуы мүмкін. Таза стратегия ол тек әр ойыншының өзіне тиесілі стратегия. Матрицалық ойын, міне бұл сабақта біз тек матрицалық ойынды қарастырамыз. Ол дегеніміз стратегия саны шектеулі, екі ойыншысы бар, қосындысы нөлге тең және нөлге тең емес, екі түрлі ойын бар негізі. Ойын ұтысы ойын матрицасы арқылы анықталады. Бұл жерде негізін құрайтын, ойын ережесі құрайтын матрица. Сондықтан аты матрицалық ойын. Және ұтыс. Ұтыс деген орысша выигрыш, бұл бір ойыншы үшін ойынның сәтті нәтижесі. Біреу жеңсе, екіншісі жеңіледі. Өзі ұтыстың да осы ойынның нәтижесі үш түрі бар. Ол қазір мына жерде айтылады. Ойынның түрлері қандай? Кеңінен таралған ойындар осы. Ең қарапайым ойын ол матрицалық ойын. Бұлар антагонистік ойынға жатады, яғни қарама-қарсы. Екі ойыншы бір-біріне, екеуінің мақсаты қарама-қарсы. Егер біреу жеңсе, екінші жеңіледі. Және қосындысы нөлге тең және қосындысы нөлге тең емес деген ойындар бар. Оны қазір айтамыз. Биматрицалық ойын бұл керісінше, бұл антагонистік емес, яғни екі ойыншы бір-біріне қарама-қарсы болмауы да мүмкін. Мысалы, экономикада екі адам бірігіп бір сауда бизнес жасауы мүмкін. Ол кезде бұл екеуі бірігіп, екеуінің қызығушылығы қарсы емес. Кооператив бұл командалық ойындар. Мысалы, ойын танкі, самолеттер, атыс ойындарында мысалы бірнеше топтарға бөлініп бір-бірімен атысуы мүмкін. Антагонистік емес дейді. Мына жерде сол матрицалық емес қой. Симметриялы және симметриялы емес ойын бар. Толық анықталған және анықталмаған. Жаңа айтылды, ол толық анықталған деген бұл детерминированная игра деп айтады орысша. Сосын көп қадамды және бір қадамды. Біз қазір бір қадамды ойынды қарастырамыз.
бірақ матрицада, бірақ қадамда немесе көп қадамды бол, және дискрет және үзіліссіз. Дискрет деген үзілісті әр күйлер белгілі шектеулі және олар үзілісті болады. Екіншісінде керісінше. Матрицалық ойын. Міне есептің қойылуы берілген. Екі ойыншысы бар ойын. Бірінші ойыншының М және екінші ойынның N стратегиясы болсын. Біріншісінікі М, ол бірлегіштер бағанмен, ал екіншісі N. Бұл қатарда орналасқан. Әр EG жұпқа AEG саны сәйкес келеді. Мына жерде матрицаның әр элемент A деген матрица, ол AEG деген сандардан тұрады. Бұның M бағандар саны N, наоборот, M қатар саны N баған саны бар. Енді ойынның ережесі. Ойынның ережесі бойынша бірінші әр ойыншы бірақ жүріс жасайды, әр ойыншы бір рет жүріс жасайды. Бірінші ойыншы таза иінш стратегияны, ал екінші ойыншы таза жиынш стратегияны таңдайды. Екінші ереже, бірінші ойыншы AEG ұтысқа ие болады. Бұл жағдайда екінші ойыншы жеңіледі, қарама-қарсы болғандықтан. Бұл бірінші ойыншы екінші ойыншының есебінен жеңеді. Үшінші, екінші ойыншы AEG ұтысқа ие болса, керісінше бірінші ойыншы ұтылады. Төртінші, егер бір ойыншы жеңсе, онда екінші ойыншы жеңіледі. Яғни ойын аяқталады. Ойын матрицасы ойын ережесін құрайды. Бүкіл мына ойынның ережесі осы бір матрицада беріледі. Бұл деген стратегиялар жиыны, яғни барлық мүмкін болатын жүрістер. Әр жүрісте бірінші ойыншы иінші қатарда, екінші ойыншы жиыншы бағанды таңдайды. Бұл қосындысы нөлге тең ойын. Бұл жерде екі ойыншы бар ғой негіз берілген. Ол екеуіне де бірақ матрица болады. Яғни бір матрицада біреуіне екіншісі тәуелді да. Оған басқа екінші форма бар. Бұлда матрица ғой, бұл нөлге тең емес қосындысы бар. Бұл жерде әр ойыншының өзінің матрицасы бар. Мысалы, мына жерде екі матрицаны үтілмен жазғанда, мынау бірінші ойыншының бірінші стратегиясы, бірінші ойынның екінші стратегиясы, екінші ойыншының бірінші, және екінші ойынның екінші стратегиясы. Мысалы, мынау 4 деген сан, екеуінің қиылысында бірінші ойыншы бірінші стратегия таңдаған жағдайда, оның ойын бағасы, оның мақсаты, әрекет нәтижесі 4-ке тең, ал екінші ойыншы бірінші стратегияны таңдағанда, оның ойын бағасы 3-ке тең. Сондықтан мына жерде екі матрица, екеуі бір-біріне тең емес. Жүріс дегеніміз не? Ход, ойыншының шешім қабылдау әрекеті. Әрбір қадамда, мына жерде бірақ қадамда ойын ғой. Ол бірақ рет шешім, бір қадам жүреді, ол жүріс. Ойын бағасы немесе цена келеді. Бұл ойынның нәтижесі. Ол ұтыс болуы мүмкін, ұтылыс болуы мүмкін, немесе тең болуы мүмкін, ничья. Ол нью деген әріппен белгіленеді. Сосын аралас стратегия бар, таза стратегия қарсы. Ол ойыншының таза стратегиялар қолдану ықтималдықтарының жиыны. Мысалы, нақты егер бір болса, П ықтималдық, онда ол таза болады. А бұл жерде 0 мен 1-дің арасында жатқандықтан бұл аралас. Яғни 0,5-ті бірінші ықтималдықпен бірінші ойыншы қабылдаса, қалған 0,5-пен екінші ойыншы қабылдайды. Ол мына ойынға қатысты. Мына ойында әрқайсының жеке өзінің стратегиясы бар. Тиімді стратегия дегеніміз не? Ол ұтысқа алып келетін стратегия. Әр ойыншы өзінің қабылдаған кезінде сол тиімді стратегияны таңдау керек. Сонда ғана ол жеңіске жетеді. Матрицалық ойынның есептің қойылуы. Міне ойынның шешімі. Тиімді стратегия дегеніміз ол, егер бірінші ойыншы осы стратегияны пайдаланса, ұтысқа ие болады, ал екінші ұтылады. Ойынның шешімі мынау түрдегі функциялармен беріледі. Бірінші минимум G бойынша минимизация жасайды, сосын кейін минимизация жасап болғаннан кейін оның сол мәнді максимум жасайды. Яғни максимин. Бірінші минимум, сосын максимум жасайды. Бұл есепті максимин дейді. Бұл бірінші ойыншы үшін осы тиімді болса, екінші ойынның мақсаты қарама қарсы болғандықтан бұл керісінше.
егер бірінші минимумға алып тұрса, екінші максимумға ұмтылады. Одан кейін максимумды екінші ойыншы минимумға ұмтылдырады. Яғни бұныңқы минимакс. Бірінші ойыншының максимин, екінші минимакс. Осының нәтижесінде ойынның бағасы альфа төменгі сызық және альфа жоғарғы сызық. Төменгі баға, жоғарғы баға. Егер екеуі тең болса, онда ол таза стратегия ойын деп аталады да, бұл ойынның бағасы ер тоқым нүктесі деп аталады. Ер тоқым деген орысша светловая точка. Әйтпесе, егер мынау екеуі тең болмаса дегеніміз, яғни онда әр стратегияны ойыншы бір белгілі ықтималдықпен таңдайды. Оны аралас деп атаймыз. Міне аралас стратегиялық ойында мынау өрнек орында. Шешу алгоритмі қандай? Бірінші минимум табылады. Бұл жерде мен аралас стратегия болғаннан кейін ықтималдыққа көбейтіледі. Ықтималдық 0 мен 1-дің арасында жатады. Одан кейін осы ықтималдықты бар өрнекті біз осы өрнектің түзуін сызуымыз керек. Мысалы, мына жерде 3. Қазір мысал келтіреміз. Графиктік интерпретациясы мынау. Практикалық мысал. Есеп берілген, мынау матрица, ойын матрицасы 2 көбейтілген n. Баған саны 2, ал қатар саны 2, жұп саны бағандар саны 3. Яғни n мына жерге кете береді да. Осы матрица ойын матрицасы деп аталады. Табу керек ойын шешімін графикалық және аналитикалық әдіспен. Шешуі таза стратегиялық ойынға жатады ма, жатпайды ма екенін анықтаймыз. Яғни ер тоқым нүктесін табамыз. Мынау формулаға саламыз жаңағы. Мына жерде тұрған. Альфа ол максимин, бета минимакс. Альфа А деген бірінші ойыншы, Б екінші ойыншы. Бірінші ойыншы үшін ол 2 мен 3. Мына минимальный мына жерде 2, мына жерде 3. 2 мен 3-тің максимум ол 3-ке тең. Екінші ойыншы үшін 7, 5, 8. 7. Мына жерде максимум нүктесі, яғни 7, 5, 8. Осының ішінде минимум тапсақ 5-ке тең. Енді осы екеуінің 3 пен 5 деген аргументі ойын бағасын құрайды. 3 пен 5. Енді бұл ойын бағасы мынау тең болмағандықтан 3 пен 5 тең емес қой. Егер екеуі тең болса, онда таза стратегия ойын болар еді. Бірақ онда емес. Бұл жерде тең емес болғандықтан бұл ойын аралас стратегиялық ойын болады да, және ер тоқым нүктесі жоқ. Бұл жағдайда біз енді графиктік әдіспен шешеміз. Біз міне жаңағы матрицадағы 2 мен 7. 2 мен 7. Бірінші ойыншы, мына екінші ойыншы. 7 мен 2 деген нүктені аламыз. 1 деген сан. 1 деген түзу жүргіземіз. Вертикал және мынау Y ось бойынша түзу жүргіземіз. Сөйтіп сол екі оське мынау сандарды белгілейміз. Мынау 2, 5, 8 бір ойыншы үшін, 7, 4, 3 деген екінші ойыншы. 7, 4, 3, 2, 5, 8. Сөйтіп бір-біріне қосамыз. Сонда 3 түзу пайда болады. Сөйтіп оптимум нүктесі қайсы? Бұл жерде минимум нүктесі. Мынау О деген нүкте, қиылысқан нүктесі. Мынаның төменгі жағы алынып тұр. Мынау түзусықтың екінші түзусықтың төменгі жағы және үшінші түзудің төменгі жағы алынып тұр. Осы түзу кесінділер бар. Бірінші кесінді, екінші, үшінші. Осы кесінділерді қоссақ, қиылысқан нүктесі ортада тұрған О деген нүктесі. Бұл ойыншының Б1 мен Б2 стратегиялары қиылысады. Б1 мен Б2 қиылысады. Сөйтіп Б3 стратегия, ал Б3 стратегия бұл жерге қатысы жоқ. Сондықтан оны алып тастаймыз да, жаңағы үштік матрица, мына жерде 3 бағаннан тұратын матрицаның орнына 2 баған. Себебі мынау стратегия бізге қажет жоқ. Сондықтан алып тастағаннан кейін 2-де 2 матрица, квадрат матрица шықты. 2, 7, 5, 4 деген. Енді бұны аналитикалық әдіспен шешкенде мынау ықтималдықтар табамыз. P1 мен P2 формуламен. Кейін Q деген сол 1 минус мына жерде басқа. Біз ойын бағасын келтіргенде екінші ойын. P1, P2 бірінші ойыншының
ықтималдығы таңдау Q1, Q2 екінші ойынның таңдау ықтималдығы біз таптық. Және осыларға сәйкес келетін ойын бағасы 4,5-ға тең. Міне, осы ойын бағасын және тиімді стратегиялардың жиынын бірге құрайтын ойын шешімін аламыз. Мына екен қосса. Ойын шешімі мынаған тең болады. Нейманның теоремасы бойынша кез келген шектеулі дискрет ойынның бірақ тиімді шешімі бар. Ол аралас стратегиялар ішінен алуы мүмкін дейді Нейман, Джордж Нейман деген американ ғалымы. Енді матрицалық ойынды сызықтық бағдарламалау есебіне келтіруге болады. Мынандай матрица берілсе, 1, 4, 3, 2, 5-те 1. Бұны біз сызықты бағдарламалау есебіне келтіреміз. Бұл бағдарламалау есебі жаңағы двойственная задача, тура есеп және кері есеп. Тура есепте мынаны біз транспонерлейміз, матрицаны 1, 4 керісінше болады транспонерлейді. Бағандармен нелер қатарлар ауысып кетеді. Мыналардың барлығы ресурс, шектеу теңсіздіктерге жатады. Ал мынау x1 плюс x2 минимум қамтылдыру, бұл мақсат функциясы болады. Бірінші ойыншының мақсат функциясы минимумға ұмтылады. Ал оған келесіп, керісінше екінші ойыншы, егер бірінші ойыншы минимумға ұмтылса, екінші ойыншы максимумға ұмтылады. Яғни бұның өзі, мынау матрицаның өзін тура аламыз. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Екі қатардан тұрады матрица. Бұлардың барлығы міне бірден кіші немесе тең бірге. Бұлар теңсіздіктер жүйесі, ал бұның мақсат функциясы y1 қосу y2 қосу y3 ұмтылады максимумға. Мына максимум есебі, мынау минимум есебі. Міне осымен бұл әдісті, бұл сызықтық бағдарламалау есебін симплекс әдісімен де шешуге болады. Ал біз бұл сабақта график әдіспен шештік. Бұл әдістің артықшылығы неде? Бұл көрнекі және түсін. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.